Ақжайық ауданы орталығындағы нөмірі 1-ші жалпы білім беретін орта мектебінің құрылғанына 100 жыл толды. Осыған орай салтанатты шара өткізіліп, әр жылғы мектеп түлектері игі тілектерін білдірді. Ал Қаратөбе аудандық мектеп гимназиясы орта білім беретін үздік ұйым атанып, озат оқушылар марапатталды. Шыңғырлау ауданында да халықаралық балаларды қорғау күні мерекесімен тұспа тұс келген мерекеде мектеп түлектерінің іс-шарасы ұйымдастырылды. Аудан әкімі Мұрат Өмірәлиев оқу жылында республикалық білім сайыстарында жүлдегер атанған оқушыларды құттықтап марапаттады. Сонымен қатар шәкірттерге тәлімді тәрбие беріп, сапалы білім нәрімен сусындатып жүрген бір топ ұстаздар да марапатқа ие болды. Атап айтқанда республикалық олимпиадаға дайындап алып барған қос ұстаз Амина Назарова мен Арайлым Жақсыбаеваға кәсіподақтың атынан шипажайға жолдама берілді. Мен пән мұғалімі ретінде өте қуаныштымын. Менің оқушым өте ұқыпты, білімді. Менің ойымша, Светаның болашағы жарқын. Себебі еліміздің болашағы білімді ұрпақтың қолында.